Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Маған осы менің екі каналымның көптеген оқырмандары осы Асланбек балам, Асланбек інім, Асланбек аға, сіз осы қазақ елдің патриотысыз, осындай елді ереп жатқан, елдің көңілінен шығып жатқан, еңбегіңізге үлкен рахмет деп айтқан барлық пікірлеріңізге жауап ретінде осындай кішкентай бейнеролик шығарғым келіп отыр. Біріншіден де енді менің каналыма жазылып, менің шығарып жатқан бейнероликтарымды көріп таратып жатқандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Алғысымды білдіре отырып, осы мына патриотизм деген ұғымды түсіндіре кеткім келіп отыр. Өзімнің пікірімді білдіргім келіп отыр. Патриот деген не ол? Өйткені мен мысалы қазіргі таңда енді 40-тан асқан жігітпін. Менің жасымда мысалы Алаштың қайраткерлерін алатын болсақ, ол кісілермен салыстырмайтын дүние. Ол кісілер мысалы 20-25 жасында жасап атқан дүниені біз қазіргі таңда мысалы 50-ден асып, 60-тан асқан жасымызда жасап қолымыздан келіп жатыр деп айтуға келмейді. Сондықтан да бүгінгі менің айтып отырған, қозғайын деп отырған тақырыбым ол патриотизм деген ұғымды мен қалай түсінем, және менің ойымша патриот деген кім? Жалпы патриот деген нәрсені мен үш дүниенің айналасында біріктіре аламын. Біріншісі, менің ойымша патриот дегеніміз ол өз отанын сүйетін адам. Екінші, ол өзінің ісіне адал адам. Және де діни тұрғыдан қарағанда өте сауатты адам деп айтқым келеді. Міне осы үш элементті өзінің бойына сіңірген адамды мен патриот деп айта аламын. Ал енді осының әрқайсысына жеке-жеке тоқтала кетейін. Бірінші, өз отаныңды сүю дегенді қалай түсінемін мен? Өз отаныңды сүю деген менің ойымша ол Қазақстан Республикасын сүю. Қазақстан Республикасына, Қазақстанда өмір сүріп жатқан қоғамға қолыңнан келгенше еңбек ету. Ол еңбек міндетті түрде мен сияқты YouTube канал ашып, немесе тарихи бейнероликтер шығару емес. Әр адам өзінің қолынан келгенше Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтуға, қазақ халқының, Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға еңбек етсе болғаны. Оны қалай жасауға болады? Мысалы, бірінші ең бастысы, жүрген жерімізде Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне құрмет көрсету. Оны аяққа таптатпау. Және де жүрген жерімізде Қазақстан Республикасын мақтау, қазақ халқының бірлігін нығайтуға күш салу. Және де отан отбасынан басталады демекшідей, өзінің отбасына дұрыстап қарамаған, өзінің балаларына дұрыс тәлім тәрбие бермеген адам ертең Қазақстанды, Қазақ Республикасын, яғни өзінің отанын жақсы көреді, құрметпен қарайды деп айта алмаймын. Сондықтан да ең бірінші патриот болу үшін әр адам өзінің отанын сүю керек, өзінің отанының патриоты болу үшін ең бірінші өзіңнің отбасыңды жақсы көріп, өзіңнің отбасыңа үлкен құрметпен қарау керек. Сонда ғана адам патриоттық сезімге баули бастайды деген ұғымдамын. Ал екінші, өз ісіңе адал болу, ол патриотизмнің екінші белгісі. Өйткені әрбір адам қандай да болмасын еңбекпен, қызметпен жұмыс жасамаса, міндетті түрде сол ісін дұрыстап, сапалы және адал жасау керек. Мысалы, қарапайым еден жуушы болсаң да, сол еденді сапалы түрде жуып, ертеңгі күні сол дұрыс сүртілмеген еденге біреу тайып жығылып, маңдайын ұрып, немесе қолын аяғын сындырып алатындай жағдай жасамау керек. Яғни ағайын, қандай да бір іспен айналсақ, қандай да бір қызметпен айналсақ та, соны сапалы тұрғыдан жасап, яғни қоғамға, қоршаған ортамызға зиян келтірмей, тек қана пайдасын әкелетіндей қылдырып орындау, ол патриоттық, яғни адал істің міндетті түрде мазмұнына кіреді. Ал үшінші дүние, ол жаңағы яғни Қазақстан Республикасы бұл негізінен қазақ халқы бастап келе жатқан мемлекет болғандықтан, қазақ халқының ата діні ол ислам діні. Сондықтан да ислам дініндегі екі үлкен терминді мен міндетті түрде патриотизмнің үшінші элементіне кіргіземін. Яғни ол өзімнің айналамдағы достарымды, жолдастарымды, әріптестерімді, отбасымды, балаларымды мен негізінен екі терминнің маңайында тәрбиелеуге тырысамын. Ол яғни бірінші обал және екінші сауап термині. Яғни мен өзімнің балаларыма да, отбасыма да, достарыма да айта бастаймын. Өзіміздің өмірімізде обал және сауап деген екі терминнің маңайында біріктірейік. Яғни мынандай нәрсені жасама, обал болады. Мынандай нәрсені жасауға тырыс, яғни сауап болады деген сияқты. Көрдіңіздер ме, осы екі термин бойынша өзіміздің өмірімізді құратын болсақ, обал нәрсені жасамайық, біреудің обалына қалмайық, адамның обалына қалмайық, мемлекеттің обалына қалмайық, халықтың обалына қалмайық деген нәрселерді жасаудан алыс болатындай болсақ, және де керісінше мынандай нәрсені жасау керек, яғни адамға жақсылық жасау керек, адамға көмектесуге тырысу керек, сонда сауап аласың.
сауапқа ие боласың деген нәрсеге ұмтылатын болсақ, яғни жаманнан қашып жақсыға ұмтылатын болсақ, міндетті түрде ондай тұлға менің ойымша Қазақстан Республикасының патриоты деуге болады. Яғни құрметті ағайын, Қазақстанның патриоты болу үшін ең бірінші өзіміздің отбасымызды, отанымызды сүю үшін ең бірінші жаманшылық жасаудан тыйылып, жаман істерден тыйылып, жақсы нәрселерге ұмтылайық ағайын. Ол үшін міндетті түрде бір қоғам қайраткері, саясатқа араласып деген нәрсе жоқ. Әрқайсымыз өзіміздің деңгейімізде. Қарапайым мұғалім болсаң, қарапайым алдыңдағы партада отырған балаларға дұрыс тәлім тәрбие беруге тырыс. Қарапайым еден жуушы болсаң, немесе қарапайым таксист болатын болсаң, елдің алғысын алуға тырыс, қарғысын емес. Сонда тек қана біздің еліміз көркейіп, патриотизм деген сол кезде бойымызда жаңғырады деп есептеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.